Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге айраннан осындай әдемі, дәмді болып шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қант салатын боламыз. Шамамен 3-4 ас қасықтай саламыз. Егер тәтті ұнатсаңыздар, одан да көп салуға болады. Және қасықтың ұшымен ғана, яғни шым-шым тұз саламыз да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Үш ас қасықтай сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанша. Оның үстінен айранымызды құямыз. Айранымыздың температурасы маңызды емес, салқын айран болса да болады. Айранымызды құйып болған соң жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Біркелкі масса болғаннан соң үстінен жарты шай қасық ас содамызды қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң үстінен ұнымызды да салып жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанша түйіршігі қалмайтындай жақсылап араластырыңыздар. Мінекей достар, бізде осындай қоймалжың масса пайда болды. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Тағы да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болып қалды. Осы кезде табаларыңызды қыздырып дайындай беріңіздер. Міндетті түрде қызып тұрған табада майымызды жағып отырып, пісіріп алатын боламыз. Әр құймақты құйған сайын табаларыңызды қыздырып, майлап отыруды ұмытпаңыздар. Сонда құймақтарыңыз өте әдемі болып піседі. Егер үйлеріңізде құйма жасайтын таба болса, онда соған пісіргендеріңіз жөн, өйткені формасы өте әдемі болып шығады. Менде құйма жасайтын таба жоқ болғандықтан, кәдімгі аш жасайтын табаға жасадым. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығын дәл осылай видеодағыдай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Қаласаңыздар, ішіне салма салып ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз да үй іштеріңізде қуанады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Еңбегімді бағалап, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.